Екі жақты байланысты жетілдіруге қос мемлекет те мүдделі. Европаға жол деп аталатын арнайы бағдарлама әзірлеп, кәрі құрлық елдермен қай салада болмасын, жан-жақты ынтымақтастық орнатуды мақсат тұтқан Қазақстан үшін Финляндияның жоғарғы технологияларды игерудегі тәжірибесін пайдалану маңызды. Ал Suomi елі біздің мемлекеттің халықаралық саясаттағы ұстанымдарын қуаттайды, бастамаларын қолдайды. Қазақстанды орталық Азиядағы алдыңғы қатарлы республика ретінде біледі. Азат ел атанған тұста тәуелсіздігімізді алғашқылардың бірі болып танығанда осы Финляндия. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастың іргесі 90-шы жылдардың басында қаланды. Содан бері Қазақстан мен Финляндия бір-бірі үшін тек экономикалық қана емес саяси әріптес елдерге айналды. Былтыр өзара тауар айналымы 1 миллиард доллардан асты. Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Фин еліне сапары екі жақты ынтымақтастықтың көкжиегін кеңейтіп, байланыстарды нығайтуға үлкен серпін берді. Suomi елі Нұрсұлтан Назарбаевты ерекше құрметпен қарсы алды. Финляндияның президенті Тария Халонен екі жақты әріптестікті дамытудың жаңа кезеңіне аяқ бастық деді хабар агенттігіне берген сұхбатында. Тария Халонен елдің басшысы болып екінші рет сайланған, халқының алдында беделді адам, Европадағы тұңғыш әйел президент. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Финляндияға уақытында келді деп ойлаймын. Бұлай деуге бірнеше себеп бар. Келесі жылы Қазақстан ОБСЕ-ге төраға болады. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке өтуге қамданып жатыр. Биыл Астанада Финляндияның елшілігін ашу жоспарда тұр. Бізді елдің нарығы, мәдениеті, онда тұратын адамдардың тұрмыс тіршілігі бәрі қызықтырады. Мұны жасырмаймыз. Екінші жағынан Қазақстанмен байланысты дамыту арқылы күллі орталық Азияға жол ашуды көздейміз. Қазақстан аймақтың кіреберіс қақпасы іспетті. Елбасы сапар барысында бірнеше лауазымды тұлғалармен кездесті. Финляндияның премьер-министрі Мatti Vanhanenмен жолыққан ол қарым-қатынастарды дамытуға қатысты өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты. Парламентаралық ынтымақтастықты нығайтуда маңызды мәселе. Бұған дейін қос елдің депутаттары етене араласып, қоян-қолтық жұмыс істеді деп айту қиын. Финляндияның өсіп өркендеу кезеңінде заңнамалық базаны жетілдіріп отырған жергілікті парламенттің тәжірибесі мол. Нұрсұлтан Назарбаев ел парламентінің спикерімен кездесуінде Қазақстан Финляндиямен саясат пен экономикада, гуманитарлық салаларда байланыс орнатуға қызығушылық танытатынын атап өтті. У нас есть то, чего нет в Финляндии. Біз Финляндияға қажет табиғи ресурстардан кенде емеспіз, ал Қазақстанға керек технология, инновация, білім Финляндияда бар. Келіссөздер кезінде құжаттарға қол қойылды. Мұның бәрі парламент арқылы өтетіндігін білеміз. Сондықтан да сіздердің тарапыңыздан қолдау табарына үміттенемін. Seuraamme myöskin mielenkiinnolla Kazakstanin aloitetta. Соңғы жылдары Қазақстан Финляндия үшін жақсы таныс елге айнала бастады. Біздің мемлекет былтыр ОБСЕ-ге төраға болды. Енді шамалы уақыттан кейін ұйымның тізгінін Қазақстан ұстайды. Бұл біздің арамызды одан сайын жақындастыра түседі. Қазақстан жүктелген міндетті абыроймен атқарып шығарына сенеміз және осы бағытта қолдау көрсетуге әзірміз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстандық жол кітабы фин тілінде жарық көрді. Бұл егемен ел тарихының деректі шежіресі. Кітапта Қазақстанның экономикалық өсіп өркендеу кезеңі мен даму ерекшеліктері туралы баяндалады. Тұсаукесер рәсімі соғыстан кейінгі ауыр жылдары Финляндияның бейбіт сыртқы саясатының негізін қалаушы және фин халқын біріктіруші көрнекті тұлға президент Пасекиви атындағы қоғамдастықта өтті. Қазақстан имеет дружественные отношения со всеми. Қазақстан көрші елдермен тату тұрады. Алдағы уақытта да орталық Азия аймағындағы тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне мән беретін боламыз. Ұзақ мерзімдік ұлттық даму стратегиясында ішкі саяси тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді нығайтуға басымдық берілген. Қазақстанда 130 ұлт пен ұлыстың өкілі бір шаңырақ астында берекелі күн кешіп жатыр. Дінаралық, ұлтаралық төзімділікті нығайтудың қазақстандық үлгісіне Финляндияның қоғамы лайықты бағасын береді деп ойлаймын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев Маршал Маннергейм қабірінің басына гүл шоғын қою рәсіміне қатысып, ел үшін құрбан болған ерлердің рухына тағзым етті. Дархан Әбдуахит, Еділ Ермекбаев, Бақтыбай Шаханов және Қайрат Мақажанов. Хабар президент телерадио кешенінің көмегімен Финляндиядан.